Орта жүздің батыры әрі би. Арғын ішіндегі бәсеңтейін руынан шыққан. Әкесі Тоқтауыл, батыр палуан, анасы Мөлдір, қалмақ қызы қарындасы Гауһар Қабанбай батырдың әйелі. Ерлігі аңызға айналған қаһарман қыз. Малайсары Абылай ханның сұлтан кезінен сенімді серігі болған. Шоқан Уәлихановтың жазуына қарағанда, Абылай хан Малайсарының батырлығын, ақылы мен қайратын жоғары бағаланған. Малайсары Ресейдің қоластына кіруге қарсы болған. Қазақ қалмақ соғысын тоқтатып, екі хандық арасында бейбіт бітім жасау саясатын ұстанды. Ол жоңғарларға қазақтың елшісі болып барған. Қазіргі Павлодар облысы Май ауданындағы Малайсарының туған жеріне, Жоңғар Алатауының батыс сілеміндегі тауға Малайсары есімі берілген. Қазақ хандығы мен жоңғар мемлекетінің ынтымақтастығы үшін көп күш салды. Екі ел арасында елшілікте де жүріп көптеген бейбіт бітімдерге қол жеткізген. Жоңғар қонтайшысы оның елшілік қыры мен батылдығын жоғары бағалап, Тархан атағын беріп құрметтеп өткен. Ұлы ғалым Шоқан Уәлихановтың жазбаларында аты ерекше аталған батырдың қайтыс болуы туралы дерек қилы. Бірінде астан уланып қайтыс болса, енді бірінде 1756 жылы Майдан даласында қаза тауып, қазіргі Алматы облысындағы Сарыөзек даласында жерленді деп жазылады. Шоқан Уәлихановтың 18 ғасырдағы батырлар туралы тарихи аңыздар атты мақаласында Абылай аса жоғары бағаланған батырларының ішінде Малайсары есімі аталады. Бұл қазақ тарихындағы батырға қатысты алғашқы жазба деректердің бірі. Абылайдан 300 батырларының ішінде бәрінен жақсы көріп, құрмет тұтатыныңыз кім деп сұрағанда, ол былай деп жауап беріпті: өз батырларымның ішінде байлығы мен батырлығы, мінезі жөнінен бәсеңтейін Малайсары бәрінен артық.